Математика 50 сабақ 3 сынып. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Заттың бағасын, санын, құнын қалай табуға болатынын есімізге түсіріп көрейік. Егер де құны белгісіз болса, онда бағасы мен санын көбейтеміз. Егер бағасы белгісіз болса, құнын санына бөлеміз. Егер саны белгісіз болса, құнын бағасына бөлетін боламыз. Келесі екінші тапсырмада кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар дейді. Бір карандаш 8 теңге, 8 карандаш белгісіз теңге. Шешуі, бұл жерде құны белгісіз. Құнын табу үшін бағасын санына көбейтеміз. 8-ді 8-ге көбейтеміз, 64 болады. Жауабы 8 карандаш 64 теңге. Келесі бір ұштағыш 9 теңге, 81 теңгеге неше дана ұштағыш келетіні белгісіз. Ол үшін саны белгісіз болғандықтан құнын бағасына бөлеміз. 81-ді 9-ға бөлеміз, 9 шығады. Сонда 81 теңгеге 9 ұштағыш сатып алуға болады екен. Үшінші тапсырмада дүкенде 5 жапсырмаға 40 теңге төленді. Осындай 9 жапсырма қанша тұрады? Кестеге қара, есептің сұрағына жауап беру үшін нені білу керек екенін түсіндір. Бір жапсырманың бағасын қалай табуға болады? Бір жапсырманың бағасын біліп, 9 жапсырманың құнын тап дейді. Бұл жерде бағалары бірдей, бірақ та 9 дана жапсырманың қанша теңге тұратыны белгісіз. 5 жапсырма 40 теңге, 9 жапсырма белгісіз теңге, бірақ екеуінің бағасы бірдей. Енді шешіп көреміз. 40-ты 5-ке бөлеміз, 8. Бұл бағасы 8 теңге. Келесі 8-ді 9-ға көбейтеміз, 72 теңге. Сонда 9 дана жапсырма 72 теңге тұрады екен. Төртінші тапсырмада сурет және кесте бойынша есеп құрастырып, оны шығар дейді. 6 карандаш 42 теңге, 63 теңгеге белгісіз карандаш. Екеуінің бағалары бірдей. Шешуі, 42-ні 6-ға бөлеміз, 7 теңге болады. 63-ті 7-ге бөлеміз, 9 дана. 63 теңгеге 9 карандаш сатып алуға болады екен. Қарап отырсақ, бұл есептердің барлығында көбейту бөлу кестесі бар, сондықтан көбейту мен бөлу кестесін біліп жүруіміз керек. 5-ші тапсырмада өрнектерді бағандап шығарамыз. Қосу және азайту амалына берілген есептер. 6-ші тапсырмада есептерді шығарып көрейік. 6 хат-қалта үшін 54 теңге төленді. 45 теңгеге осындай хат-қалтаның нешеуін сатып алуға болады? 6 хат-қалта 54 теңге тұрады. 45 теңгеге белгісіз хат-қалта, бірақ екеуінің бағалары бірдей. Ол үшін 54-ті 6-ға бөлеміз, 9 шығады. 45-ті 9-ға бөлеміз, 5. Сонда 45 теңгеге 5 хат-қалта сатып алуға болады екен. Келесі, біреуі 9 теңге тұратын дәптерлерге 45 теңге төленді. Біреуі 7 теңге тұратын саны осынша дәптерге қанша ақша төлеу керек? 9 теңгеден 45 теңге болса, бұл жерде неше дана бар екені белгісіз. 7 теңгеге неше жаңағы дәптер келетіні белгісіз. Бірақ екеуінің бағалары бірдей. 45-ті 9-ға бөлеміз, 5 дана. Бұл саны. 7-ні 5-ге көбейтеміз, 35 теңге. Бұл құны. 5 дәптерге 35 теңге төлеу керек екен. 7-ші тапсырмада өрнектер берілген. Сол өрнектердің мәнін табамыз. Бұл жерде амалдардың орындалу ретін еске түсіріп, өрнектің мәнін табатын боламыз.